Енді Нұрсұлтан Назарбаевтың кешегі мына Кремльге барғандығы, Путинмен кездескендігі қоғамда өте қызу талқыланып жатыр. Әлеуметтік желілерде байқасаңыздар. Және ең қызығы комментарийлер қарап отырсақ, бірде-бір позитивті пікір жоқ. Яғни Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қоғамдағы қазір көңіл күйді жақсы біліп отыр. Ол не үшін барды? Пана сұрап барды ма? Жеке бас қауіпсіздігі ма? Жиналған қаржы активтерінің кепілдігін сұрап барды ма? Адам енді зейнетке шыққаннан кейін үйде жату керек қой. Ең қызығы жыл бойы елдің ішінде көрінбейді, бірақ жылт етіп бәрібір жылдың соңында осы Кремльден атып шығуы өте ыңғайсыз жағдай. Қасақана істей ме? Одан кейін мына қауіпсіздік мәселесі. Мәселен біз депутаттар, министрлер, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері болса, біз шетелге сапармен шықсақ та, демалыспен шықсақ та, біз міндетті түрде рұқсат аламыз, қол қоямыз. Өйткені белгілі тұрғыда бізде мемлекет құпия жайында біраз құжаттар қол қоямыз, оның айтылатыны бар, айтылмайтыны бар. Ал енді 30 жыл билікте отырған адам, ол мемлекет құрылымынан бастап қалай құпияны біледі ғой. Ол сыртқа барып не айтып жатыр? Ол қауіпсіздік мәселесі ойланатын жағдай. Назарбаев тағы да Мәскеуде жүр дейді. Ағайын, киініп отырмын. Атау қойсаңызшы, болды ғой. Не керек сізге атау? Я, қазаққа жасаған жақсылығыңыз бар, бірақ қазақты өз заманда тентіретіп кеттіңіз ғой, ата. Ақиқат қой, сіздің кесіріңізден қазір қазақтың жастары құл болып Кореяда жүр, құл болып Англияда клубника теріп жүр, ата, білесіз ба? Бүкіл байлықты себебі өзіңіздің еншіңізге бейт тықтыңыз ғой, ата. Ақиқат қой, туысқандарыңыз бүкіл қазақтың бастаған тірлігін өзіне тартып алды. Рас, қазақтың атомный бомбасын 92-ші жылы алдыңызда, бізге ол керек емес деп Ресейге бере салдыңыз. Қазақ ешкімге қарсы сөз айта алмайтындай дәрежеге түсіріп кеттіңіз ғой, ол ештеңе емес. Қазақтар өзінің жерінде еңсесін тік ұстап жүре алмайтындай халге түсірдіңіз ғой бізді, ата. Білесіз бе? Қазір Аллаға шүкір Тоқаевтың саясатының арқасында, Тоқаевтың дипломатиясының арқасында аман жүрміз. Расымен де басқа біреу отырса не болатынын білмеймін мен ана жерде. Атау, неден дәмелісіз? Қызыңызды отырғызын деп жүрсіз ба таққа? Мен сізге айтайын, байтал шауы бәйге алмас. Қазақ ешқашан қатынның алдында бас имеген. Қызыңызды таққа отырғызатын болсаңыз, Қазақстанда қазақ көрмеген көтеріліс болады. Ресейді ортаға сала бермеңіз. Ресейден қазақ реально айтайын қазір қорқпайды сіздің кезеңіздегі. Ләппай тақсыр демейді Ресейге. Осы сөзім үшін мені өлтіртетін шығарсыз, ата. Бірақ ақиқатын айтайын, менің жаным халқымнан артық емес. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты шекарадан шығармау керек, асырмау керек. Якобы бізде құпиялар бар деп. Ермұрат Батпи бастаған командалар бар, өзі популист депутаттар бар. 1-2. Сосын ана телеканалда бұрын жұмыс істеген жүргізуші. Вот сол не керек сіздерге? Айтыңыздаршы, қандай құпия? Біз не үшін? Ядерная держава мы, что ли? Біз әскерлер бар ма бізде? Или космоспен байланысымыз бар ма? Сендер өздеріңді ұлықтап, өздеріңді көтеру білмейсіңдер. Біздің қазақ халқының ең кемшілігі, біз бір-бірімізді көтере алмаймыз. Содан кейін бізден ешкім тіл үйренгісі келмейді, қарағысы да келмейді бізге мән беріп. Керісінше айтпайсыңдар ма? Бүйтіп айтпайсыңдар ма? Ақпарат таратқанда да. Ақпарат министрлігі. Еліміздің бірінші президентінен Ресей Федерациясының президенті Путин ақыл сұрауға шақыртыпты деген. Неге айтпайсыңдар? Не, ақыл сұрамайтын адам ба? Білдей Назарбаевты 30 жыл билеген. Кімнің қолынан келеді олай? Бір әне дым, мүшкіл жоқ, ана жерден бір қайыр сұрап отырған адам, бір қорқып отырған адам сияқты қоясыздар ақпараттарын. Кімдер сіздерге келіп сіздермен сөйлеседі онда сыртқы адамдар. Бүйтіп қарадым, мыналардың бастары істемей ме дейді. Сыртта адамдар сыртта жүрген. Өздерің кемсіз мынау керемет шалды неғып бүйтіп отыр деп. Бұл молодец политик емес пе? Қанша ана коммунистік республикадан капитализмге алып келген Назарбаев қой. Оны ешкім оспорить ете алмайды. Рыночный экономика қазір отырғандарыңыз. Не алам, не ішем, не кием демейсің. Мына кісілермен өзі өнбейміз, депутаттар бар ғой. Сіздер керісінше ондай нәрсе аяқ шалу емес. Сіздер не үшін отырсыздар ана жерде? Қазақ халқы мына хоп деп орныңыздан тұрып кететіндей бір заң қабылдап, жақсы мәселелерді көтеріп, сондай нәрселерді шешу үшін отырсыздар ғой. Аяқтан шалу емес қой бір-бірлеріңізді. Мына қазіргі президентті де ертең сіздер кетсе бар ғой, осындайлар шығады тоже қайтын. Шығармау керек, бүйту керек, құпия бар деп. Болмайды. Президенттер деген олар ел ағалары, ел басқараны, оларды бүйтіп ұстау, ұлықтау керек. Біз алтын орда мемлекеті болғанбыз. Білесіздер ме? Бәрі біз қазақтар креативный халық болған, біз креативный елі. Бүкіл әлемдегі халықтардың ішінде біз ең креативный халықпыз. Ақыл еще как сұрайды бізде. Бүкіл Назарбаевтан, бүкіл мына кеңес үкіметіндегі шетелде де
мына жағы болсын, орыстар, өзбектер, қырғыздар бәрі ақыл сұрайды. Ақсақал деп, жоқ, біз ғана біз сондаймыз. Күледі ғой басқа ел. Жақсылығыңды асырып, жамандығын жасыр дейді ондай кезде. Уже адам кеткен кезде орнынан тағы оның жақсылығын ғана болды. Орында отырған кезінде айтқыш болсаң, айтпадыңдар ма сол кезде? Жүрдіңдер ғой сол. Бапи да болды, ана кісі де журналист болды да сол кезде. Сіздер не ойлайсыздар? Такси неге қымбат дейсіздер ма? Қараңыздаршы достар. Жүргізушіге ақша түседі, басқа баға. Мынау Россияның өзінде болып жатқан нәрсе. 530 рубльмен есептеп тұр. Пассажирдан алады 590 рубль. Яндекс білген істеп жатыр да. И біздің депутаттың айтып отқанын қараңыз. Монополист арқылы бірде-бір басқа жүйені кіргізбейді олар. Басқа конкуренттің бәрін өлтіріп тастады. И Қазақстандағы таксопарктар Яндекс не айтады, соны жасайды. Яндекс қазірдің өзі қорқытып. Өз 4% таксопарктар алатын бағасы. Халықтың бәрін шулатамын деп отыр. Яндекс өзі алады 18% алады. Ол жерде только такси ғана емес, доставка бар, курьерлерің бар, жаңағы тамақ заказ бересің, зат салып жібересің бірге. Соның барлығы соның услугасына кіреді. Достар, есептеңіздерші, күніне бір адам 20 мың теңге такси өтеді деңізші. Оның 5 мың теңгесінің уже 25%-ын Яндекс бүкіл процентін ұстап қалды да. Ол машина ауамен жүрмейді, ол бензинмен жүреді, бензин 5 мың теңге, бензин береді 10 мың теңге тапты да. Ол 10 мың теңге, 20 мың теңге табу барысында тамақ ішкісі келеді, басқасы бар, өзінің расходы бар, дополнительно ДТП-ға түсіп қалуы мүмкін. ДТП-ға түсіп қалатын болсаң, егер сенде каскоң болатын болса, Яндекске тіркелген болсаң, каско сен ДТП-да келтірген шығынды саған өндіріп бермейді да. Одан бөлек жүргізушіде басқа баға и жаңағы клиентте басқа баға да, пассажирда. Қазақстанда басқа платформа жоқ па, өзіміз ойлап алмаймыз ба? Егер билік өкілдері поддержать ететін болса, дәл маны. Қазақстанның жаңағы ақшасы, обороты Қазақстан ішінде айналатын болса, ол кезде экономикамызға сәл болса да бір үлес қосамыз. Неге? Себебі біз 15-18%-ті Яндексті сыртқа шығарып отырдық та, процентін. 10 миллион адам қолданады Яндекспен. Достар, түсінесіздер ме? Неге біз сондай платформаны ойлап тапаймыз? Неге қазақ бауырларымыз сол тапқан платформамен өзіміз қолданбаймыз? И бағасы да сәл тиімді болады. И просто процентке шетелге кеткен ақшаны, наоборот, осы елімізде қалдыратын болсын, жаңағы таксиға кетіп жүрген бауырларымыз отбасыларына апарса, ол ақша оборотқа енеді да. Ол таксистте ақша бар деген сөз, ол барады кафеге барады, басқа жерге барады, сол ақшаны жаратады, еліміздің ішінде жаратады да. Киноға барса да төлейді, ол киноны шығарған адамға пайда болады. Тамақ ішетін болса, кафедегі адамға пайда болады. Сол секілді ақша оборот еліміздің ішінде айналады да. Яндекске қазақ елі конкуренция керек, платформаны ойлайтын адамдар керек, жастар керек, и мемлекет соны қолдау керек та. Мемлекет лучше жаңағы 18% шетелде жүргенше 10%-ін өзі налог ұстамай, мемлекет өзі ұстап отырсыншы, мемлекетімізге қандай пайда үлес болады. Жаңағы 4% таксопарктарды қоса, таксопарктарға былай жетіп отыр 4%. Яндекс 18% ұстап отыр, дополнительно 4% бар. Соның өзінде де жаңағы шетелге кетіп жатқан болса да күнін көріп отыр ол таксопарктар. Достар, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Яндекспен қандай да Яндекс жүргізушілер болатын болса, не болса Яндексті қолданып жүрген азаматтар болатын болса, осыны бір қолға алу қажет секілді.